жыл басында 30 игі іс акциясы басталған болатын. Осыған орай 30 игі іс акциясы аясында халықтың әлеуметтік осал топтарына кәсіпкерлердің қолдауымен Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің ұйымдастыруымен бүгінде азық-түлік себеттерін таратып жатырмыз. Әлеуметтік осал топтағы азаматтар деген біздің көп балаларымыз, толық емес отбасылары бар, ерекше балалар тәрбиелеп отқан отбасылар, зейнеткерлеріміз бар және мүгедектігі бар азаматтар. Сол кісілерге міне бүгінгі таңда Ақмола облысының кәсіпкерлерінің қолдауымен және де Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен 50-ден аса отбасыға азық-түлік себеттері таратылатын болады. Мы проводим акцию «30 добрых дел». Сегодня мы находимся на ярмарке. У нас идет сбор продуктов для малоимущих и нуждающихся людей. Мы собираем корзины. В состав корзины у нас входит картошка, капуста, молоко, кефир, колбаса, базовый состав продуктов для людей. Данные корзины для социально уязвимых слоев населения. Это малоимущие, это матери, одиночки, инвалиды, пенсионеры и так далее. Более 50 продуктов будет раздаваться по городу Нур-Султан. Қайырымдылық жасап жатқан адамдар бар, бізге жиі келіп тұрады өзі. Алла разы болсын ол кісілерге.